Ал құрметті бауырлар, психолог коучтарға барып, менің әйелім бұзылып кетті, келінім бұзылып кетті деп жатқан жандар болса, қуана берсеңіздер болады. Біздің сөзіміз жоғарыға, яғни президенттің құлағына жетіп, еліміздегі барлық психолог коучтар тексеріліп, заңсыз жұмыс жасап жатқандары болса, оларға шара қолданатын болыпты. Тоқаев психологтар мен коучтарды тексеруді тапсырды. Президенттің сөзінше, кейінгі кезде ел ішінде түрлі алаяқтық әрекеттер жиілеп кеткен. Қазір жұртқа ақыл айтып ақша табатым көп. Оларға сеніп алданып қалғандар да аз емес. Маған бұл туралы көптеген шағым түсіп жатыр, деді президент. Тиісінше жауапты органдарға бұл мәселені назарға алуды баса айтты. Біздің бұрынғы аналарымыз жоғарғы оқымай-ақ, газет журнал кітап оқымай-ақ, өзінен үлкен кісілердің сөзін тыңдау арқылы өзінен кейінгі келіндерге, қыздарға үлгі бола білді. Сіз де сол аналарымыз сияқты үлгілі ана бола аласыз айналаңызға. Тек үлкендердің ата-анаңыздың сөзіне құлақ ассаңыз жеткілікті. Біздің елдегі қазіргі көп коучтар мен психологтар өзіне сеніп барған жандардың сабырын қорлыққа, кешірімділігін әлсіздікке, ал отбасын сендерге қажет емес, ол өмірлеріңе кедергі деген сөздерменен өмірлерін ойрандап жатыр. Құрметті президент мырза, енді ерлі зайыпты ажырасқан кезде балалар өз тегінде, өз әкесінде қалсын деген заңды заңдастыруыңызды сұраймыз. Себебі біздің елдің де, ұлттың да болашағы сіздің қолыңызда.